Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай керемет, дәмді әрі тойымды болып шығатын тағамның рецептімен бөліскелі отырмын. Бұл тамақты мен өзімде бірінші рет жасап тұрмын. Бірақ жасау барысында, өз тәжірибеммен өткізу барысында артық кем тұстарын сіздерге бірге бөлісіп айтатын боламын. Ет қимасына кішкене туралған пиязды салып, осылай дәміне қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіш секілді барлық заттарын қосып араластырып аламыз. Және де мен көбінде осы вегета кебабқа арналған дәмдеуіш үшін қосамын. Өте керемет дәм береді етке. Бұл жерде мен адам санына қарай аз ғана дайындап жатырмын. Егер де адам көп болса, онда сәл көбірек фарш алсаңыздар болады. Мендегі фарш бары 300 грамм ғана. Енді осындай кесені аламыздағы сары майды жағып, домалақтап алған фарштарымызды осы кесеге толығымен орналастырамыз. Түгелдей жан-жағының барлығына кесенің бетіне дейін толғанша осылай орналастырып шығамыз. Енді қимамыздың ішіне салатын керемет осындай соусымызды жасаймыз. 3-4 жұмыртқамызға жарты бокал сүт құйып, оған түрі әдемі болып тұру үшін осылай көк пиязды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұз салудың қажеті жоқ, онсыз да қимамыздың тұзы бар жеткілікті. Негізінде сүттің орнына 10-15% сливке қоссаңыздар, бұдан да керемет дәмді болып шығатын сияқты. Мен бірақ жасап көрмедім. Егер жасасаңыздар, кеңес беремін. Ал енді қимамызға келетін болсақ, онда пиязды қолмен турап емес, ет тартқыштан не болмаса блендерден өткізіп жүрген дұрыс екен. Және де кішкене сарымсақ қосу керек. 1-2 сарымсақ қосса, дәмі тіптен керемет болатын сияқты. Осындай реттілікпен барлығын орналастырып шыққаннан кейін пешімізді қыздырмай тұрып, бірінші пештің ішіне салып алған соң барып 180 градусқа пешті қыздырамыз. Әркім өз пешіне қарайды. Менде 180 градуста 20 минутта ғана пісті. Гарнирді әркім өз қалауынша жасайды. Картоп безбесі, қара құмық, я болмаса жай ғана күріш қайнатсаңыздар да болады. Ал мен кішкене күрішке осылай жүгері араластырып жібердім. Бұл да өте керемет дәмді болып шығады екен. Піскенін қараңыздар. Піскеннен кейін осылай кішкене қимамыз тартылып, шамалы көлемі кішірейеді. Және де астына осылай әдемі өзінің суы шығады. Барлықтарыңызға ас болсын, жасап көріңіздер, өте керемет шынымен де. Бір мезгілі қыстың күні еттен жалығып кеткен кезде таңғы немесе түскі асқа жасап жеуге болады екен. Кесілген кездегі ортасын қараңыздар, ірімшігі еріп, әдемі болып тұр. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.